Достар, мен бүгін болса қазақ тілі туралы түсіремін, уже көп болды. 6-шы сынып дегендей. Сосын қазір су тіршілік көзі деген тақырып бірінші. 6-шы бөлім, міне су тіршілік көзі. Тапсырмасы жазылып тұрған жоқ. Мен оны былай жаздым, бірақ та 17-9 аласың қанша болады? Қаншасыншы тапсырма екенін жазылып тұрған жоқ. Сосын да 4-ші тапсырма мына жерде 105-ші бетте 4-ші тапсырма төмендегі есімдіктерді құрамына және жасалу жолына қарай талда дейді. Потом мен үстіп жаздым. Мен жіктеу есімдігі дара негізгі. Біз жіктеу есімдігі дара негізгі. Әр қашан есімдік күрделі туынды. Қайсы біреу есімдік күрделі туынды. Қайсы біреу. Міне дегендей. Сосын мына жерде қайда еді? Міне 8-ші тапсырма мәтіндегі ақпаратты пайдалана отырып графиктік мәтін құрап жаз. Мұнда су қорының көздері километр куб, тапшы су қорлары километр куб. 108-ші бетте міне үстіп жаздым мен. Мына жерде екіншісі ғой, мен наоборот жаздым. Мұнда Арал, Сарысу, Сырдария, тапшы су қорлары километр куб. Біздің республикада қалыптастыратын 56,5 километр куб. Шекаралас мемлекеттерден келетін су қоры 44,0 километр куб. Су қорының көздері километр куб. Сосын мұнда менің өзімнің жұлдыз жорамалым таразыда 110-ші бетте 3-ші тапсырма жұлдыз жорамалыңды анықтап ал. Міне менде таразы, мен естіп жаздым. Сосын мына жерде 9-ші тапсырмада болымсыздық және өздік есімдіктерді төмендегі сөздермен байланыстырып кестенің 5 минутта толтыр. Бұлақ, көл, өзен, теңіз. Міне мен естіп жаздым. Бұлаққа бұлақты ешқашан ласталама, да ешқашан ол болымсыздық есімдігі. Мұнда көл өзіміз барамыз дейді, ол өздік есімдік. Мұнда өзіміз деген. Өзен ештеңе етпейді, өзіміз өзенге барып келеміз. Мұнда ештеңе ол болымсыздық, ал мұнда өзіміз деген өздік есімдік. Мұнда ешқашанда барып көрген жоқпын. Мұнда ешқашан. Мұнда жазылып тұр. 115-ші бетте мұнда тілдік бағдарда жазылып тұр. Сосын мұнда 8-ші тапсырмада сөйлемдерді көшіріп жазып, болымсыздық есімдігін түрлену себебін түсіндір дейді. Бірақ мұнда бізге, менің апайым болса, лично бізге болымсыздық есімдіктерін, өздік есімдіктерін астынсыз деді. Мұнда бұлай жаздым. Мұнда бірінші сөйлемде ештеңе, екіншісінде ешқайсысының, сосын үшіншісінде ешкімді, сосын төртіншіде ешқайсысынан, бесіншісі ешқандай, алтыншысы ешбір, жетіншісі ешқашан. Сосын мұнда 120-ші бетте 6-шы тапсырма 3 сұрақтарға жауап бер деп тұр. Ол 5-ші тапсырмасының несі сұрақтары, оны үстіп жазамызды. Білмеймін, мен лично естіп жаздым дегендей. Сосын жаңағы жалғасымыны естіп жаздым. Сосын осы жерде болса 8-ші тапсырмада 121-ші бетте мұнда бұлай жаздым мен өзім. 8-ші тапсырма. Орналасқан жері оңтүстік шығыс аймағында орналасқан. Екіншісі құрамындағы көлдер жүйесі. Ялы, Жалаңаш, Гүлсасық, көл, Қоржын, көл, Қылтыз және де тағы басқа көлдер. Үшіншісі Алакөл аталу себебі ол әртүрлі көлдерден тұрады.
Төртінші, көл суының түсі күн батар кезде әртүрлі түске ие болады. Бесіншісі, суының құрамы минералды ресурстарға, йод, тұз және де тағы басқа химиялық элементтерден тұрады. Және ең соңғысы алтыншысы, емдік қасиеті тері ауруларынан жүйке жүйе және демікпе ауруларын емдетеді, сақтайды. Міне бүгінге осы дегендей осы тапсырмаларды орындадым. Каналға подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Жарайды достар, пока!